Тағы бір рет қайырлы күн. Математика 5-ші сынып оқушылары, дайын отырыңыздар. Сіздермен номер 511 есепті бірге талқылайтын боламыз. Так, сізде бірінші есепте жақша берілген, е? Ең бірінші біз не істейміз? Бірінші есептің былай, сіздерге стрелка қойып қойын, бірінші есеп деген сөз. Бірінші есепте, бірінші есептің біріншісінде сіз жақшаның ішін орындайсыз. Яғни 7-ден 2-ге қосасыз 3,2-ден 1-ді. Так, еске түсірейік, жай бөлшектерді қосқан кезде не істеуші едік? Міндетті түрде аяқ киімдеріне қараймыз, е? Етіктері шешіле ма, жоқ па? Әртүрлі етік киіп алған. Екеуін қандай қыламыз? Бір етік қыламыз, е? Сіз мектепке екі түрлі етік киіп бармайсыз ғой, бір етікпен барасыз, жұп етікпен, е? Осыны солай айналдырамыз. Ол үшін не істеймін? Екеуіне де, яғни екі аяғыңызға да сиятын етік іздейміз. Ол үшін екеуіне де бөлінетін санды іздеуіміз керек. Демек, 7 мен 2, екеуі де 14-ке бөлінеді. Демек, мына шекесіне әкелемді 2-ні бұқ етіп қыстырып қоям, мынаған 7-ні. Бүтіні сол күйінше қалады, себебі мында 0,0,ге 3,ді қоссам 3,. Енді бөлімін етігін туралап алдық, шекесіне жабыстырған қағазды алу үшін 2-ні 2-ге көбейтіп жіберем, ол 4 болады, 2-ге 1-ді көбейтіп жіберсем, ол 2 болады. Не істеймін? Сөйтемін де, нәтижесін жай ғана жазып қоя саламын. Екінші не істе дейді? Екінші осы шыққан санды екінші амал. Осы амал ретінде орындаған дұрыс, себебі шатаспайсыз. Жай бөлшекті көбейт дейді. Так, 3,14-ден 6-ға көбейт дейді 4,3-ден 2-ні. Так, бұл жерде бірдеңе артық. Не артық көбейту үшін? Әрине бүтін бөлігі артық. Не істеймін? Бұрыс бөлшекке айналдырам, қолымдағы шапкасын аламда басына кегіз жіберем. Ол үшін етігін шешпейміз, етіктің қатысы жоқ қой. Басына кегізу үшін қолды көтеру керек. Не істеймін ол үшін? 3-ге 14-ті көбейтемін. Ал көбейтіңіздер. 3-ге 14-ті көбейтемін. 42, оған алымындағыны қосып жіберем. Сонда менде 48 деген шығады. Көбейту 3 бөлім сақталады. Не істеймін? Бұл жерде шапкасын кегіз жіберуге көмектесеміз. 3-ге 4-ті көбейтем 12, 12-ге 2-ні көбейтсем, ол әрине 14 болады. Ал енді артығын алып тастау керек. Мына мен мынаны қысқартып тастаймын. Екеуі де 14-ке бөлінеді, яғни екеуі де 14 сыйып тұр аяқтарына шешіп тастаймыз. 48 бен 3, екеуі де 3-ке бөлінеді. 3-ті 3-ке бөлсем 1, 48-ді 3-ке бөлсем 16. Енді не қалды? Соның бәрін жинап алып үйге алып кетеміз. Бөлімінде 1-ге 1-ді көбейткенде 1, 16-ға 1-ді көбейткенде 16. Так, ол жерде бірдеңе дұрыс емес. Я, бөлімі 1 болып тұр. Демек, не істеймін? Бөлім алымын бөліміне бөлемін. Сонда біріншісінің жауабы 16 бүтін болады екен. Екіншісін басқа түспен жазайын, е? Түсінікті болу үшін. Так, екінші. Осы жерден орындап кетейінші. Не істеймін? Бірінші ортақ бөлім беремін. 4 пен 5-ге ортақ бөлім. Так, ойланамыз 20. Мұнда 4, мұнда 5. Так, 4 бүтіннен 2 бүтінді азайтсақ, 2 бүтін болады. Бөлімі 20, алымы 4 минус 15. Ой, кіші сандан үлкен санды азайта алмаймыз. Бізге бір жолын қарастыру керек. Бұрыс бөлшекке айналдырып қояйыншы, өзіме оңай болу үшін. 19, 19-ды 2-ге көбейтіп жіберем 38, 38-ге 2-ні қосып жіберсем 40 деген сан атып шығады. Так, мынада онда біреу қарызға алам. Маған біреу қарызға берші деймін. Ол 2-ден бірін алып тастаймын, себебі біреуін алып қойдым ғой. Бөлімі 20. Енді біреу қарызға алған үшін мына екеуін қосып жіберемін. Ол қанша болады? 24. Сөйтем деп барып бұқ етіп басына кегізіп қоям. 24, минус 15. Енді бұл бір амал, көбейту 19-дан 49. Не істеймін енді? Ой, 40.
Енді бұрыс бөлшекке айналдырмас бұрын мынаны есептеп алайықшы. 24-тен мынадан не шықты? 20, мынау 1 бүтін. 24-тен 15-ті азайтып жіберсек, әрине 9 болады. Енді мына бұрыс бөлшекке айналдыру үшін 1-ге 20-ны көбейтемін де 9-ды қосып жіберемін. Сонда менде 20-дан 29 деген жай бөлшек шығады. Соны жазып жіберемін. 20-дан 29 көбейту 19-дан 40. Қысқартып жіберемін. Мұнда 1, мұнда 2, 20-ға бөлінеді. Не қалды, соны жазамын. Так, 29-ды көбейтіп жіберші. 2-ге 58 болады. Бөлу 19. Қандай бөлшек шықты? Бұрыс бөлшек шықты. 58-дің ішінде 19 неше рет кездеседі? Әрине 3 рет кездеседі. Бөлімі 19 сақталады. 19-ым 57 болса, 1 қалдық қалады екен. Келесі. Үшінші есеп. Басқа түспен жазайын. Үшінші есеп бірінші амал орындаймын мұнда. Сіздер дұрыстап реттеп жазыңыздар, жақсы ма? 5,7-тен 6-ға қосып жібер дейді. 3,21-ден 5-ті. Не істеймін? Әрине айналып келіп ортақ бөлім берем, әртүрлі. Осы жерде қараңызшы, үлкен сан бөлімінде үлкен аяғы үлкен болып тұр, сыймай тұр. Сіз не аласыз? Үлкен аяқ киім аласыз. Онда 21-ді 7-ге бөліп жіберіңізші, қанша болады? Әрине 3. Бүтіндерін қосып жібереміз. Сіздің қолыңызда алма мен қолымда алманы араластырып жібереміз. Бөлімі 21, 18 болады. 18-ге 5-ті қосып жіберсек, алдындарын қосып жатырмыз. 23 болады. Келесі екінші. Осыны сразу бұрыс бөлшекке айналдырып жіберейінші. 21. Енді 21-ді көбейтіп жіберемін. 8-ге қосып жіберемін. 23-ті. Сонда 191 деген сан шығады атып. Екінші амал, енді не қалды бізде? Жақшаның сыртындағы көбейту қалды. Екінші көбейтуді орында дейді. Бірінші жақшаның ішіндегі нәтижені жазып жіберемін. Көбейту, ананы бұрыс бөлшекке айналдырып жіберемін. 2-ні 10-ға көбейтемін де 1-ді қосып жіберемін. Не қалды? Мына мен мына қысқарып кетеді. 191 2-ге бөлінбейді, е? Қысқарталмаймын, сонда алымында 191, бөлімінде 10 қалады. 191-ді 10-ға бөліп жерсек, неше рет кездеседі ішінде? 10 рет кездеседі, 190 болады, 10 бүтін, 1 қалдық қалады. Сонда сізде 10 бүтін 10-нан 1 шығады. Соңғы есеп бізде ол 4-ші есеп. Так, бірінші ортақ бөлім 12 6-ға бөліне ма? Бөлінеді демек. Еш уайымсыз барамды 12-ні 6-ға көбейтіп жіберем. Неше қалады? Бөліп жіберем. 2 қалады. Енді 7-тен 3 бүтіндерін азайтып жіберемін. Бөлімі 12-ні жазып жіберемін. 5-тен 2-ні алып жіберсем 3. Көбейту 2,17-ден 2. Бізде не болды енді? Бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек бізде қазір аралас сан шықты. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру үшін етігін шешпейміз. Ал 4-ті 12-ге не істеймін? Көбейтіп жіберемін. Қанша болады? 48. Алымында мені қосшы деп тұрғанды кел ортаға ойнаймыз деп қосып жіберем. Сонда менде 51 шығады. Көбейтілген бөлімі 17. 17. 17-ні бұл жерде бұрыс бөлшекке айналдырып жатырмыз. Екінші көбейткішті. 2-ні 17-ге көбейтіп жібересің. 34. 34-ге 2-ні қосып жіберсең қанша болады? Әрине 36 мен боламын деп жүгіріп шығады. Так, 12 мен 36-ны нешеге қысқартсам болады? 36 12-ге бөлінеді емес пе енді? Уайымсыз 12-ге қысқартам. Так, 36-ны 12-ге бөлсек нешеден тиеді? Әрине 3-ті шыққан нәтиже жеп болған шығынымызды осында әкеп жазып қоямыз. 51 мен 17 екеуі де 17-ге бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 3-тен.
Не қалды соны жазсам. 3-ке 3-ті көбейтемін. 9, 1-ге 1-ті көбейтемін. 1. Так, бір аяқпен тұра алмаймын дейді. 9 жүгіріп келіп өзі бірсі секіріп түседі. Сонда жауап 9 болады.